Медициналық қызмет денсаулықты қорғауға және қалпына келтіруге және адам өмірін құтқаруға бағытталған. Бірақ осы қызметтің нәтижесінде пайда болатын қалдықтар мен жанама өнімдермен қалай күресуге болады? Медициналық қалдықтарды жою мәселесі олардың пайда болуынан бастап жоюға дейін кешенді түрде шешілуі тиіс. Медицина қызметкерлерінің денсаулығы ойластырылған және жүйелі шараларға байланысты болады. Медициналық қалдықтарды қауіпсіз басқару үшін бірқатар ұйымдастыру шараларын қабылдау қажет. Оның ішінде қалдықтармен жұмыс істеу қағидаларын бекіту, жауапты адамды тағайындау, персоналды және қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету, қалдықтарды таңбалау мен есепке алуды ұйымдастыру және персоналды оқыту. Қалдықтарды олардың санаты бойынша сұрыптау керек. Бұл олардың көлемін едәуір азайтады және оларды кейіннен жоюға дайындайды. А санатының қалдықтарына құрамы бойынша коммуналдық тұрмыстық қалдықтардан ерекшеленбейтін және қауіпті қасиеттері жоқ қалдықтар жатады. А санатының қалдықтарын жинау қара түсті көп рет қолданылатын ыдыстарда және бір рет қолданылатын пакеттерде жүзеге асырылады. Бұдан әрі, пакеттер арнайы арбаларда немесе көп рет қолданылатын ыдыстардың ішінде орналасады. Қалдықтарды жинауға арналған ыдыстар таңбаланады және полигондарға шығарылады. Б санатының қалдықтарына инфекцияланған және ықтимал инфекцияланған эпидемиологиялық қалдықтар, қанмен және басқа да биологиялық сұйықтармен ластанған заттар, патологоанатомиялық қалдықтар, органикалық операциялық қалдықтар жатады. Инфекциялық бөлімшелерден шыққан тамақ қалдықтары, патогенді 3-4 топтағы микроорганизмдермен жұмыс істейтін микробиологиялық, клиникалық, диагностикалық зертханалардан, фармацевтикалық, иммундық, биологиялық өндірістерден алынған қалдықтар. Виварилердің биологиялық қалдықтары, пайдалануға жарамсыз тірі вакциналар. Б санатының қалдықтары үшін сары қаптар арналған. Б санатының органикалық және сұйық қалдықтарын жинау үшін ылғалға төзімді, қақпағы бар тұмшаланған контейнерлер пайдаланылады. Б санатының қалдықтары медициналық мекемеде +5 градустан аспайтын температурада 3 тәуліктен асырмай сақталады. В санаты аса қауіпті және карантиндік инфекциялық аурулармен ауыратын науқастармен байланыста болған аса эпидемиологиялық қауіпті қалдықтар, материалдар, патогендігі 1-2 топтағы микроорганизмдермен жұмыс істейтін зертханалардың фармацевтикалық және иммундық биологиялық өндірістердің қалдықтары, анаэробтық, инфекциясы бар пациенттерден және туберкулезбен ауыратын науқастардан қалдықтар, туберкулез қоздырғыштармен жұмыс істейтін микробиологиялық зертханалардың қалдықтары. В санатты қалдықтар үшін қызыл түсті пакеттер мен контейнерлер арналған. В санатының қалдықтары денсаулық сақтау объектісінде физикалық немесе химиялық әдістермен міндетті түрде залалсыздандырылуға жатады. В санатының залалсыздандырылмаған қалдықтарын ұйым аумағынан тыс жерлерге шығаруға жол берілмейді. Г санаты пайдалануға жатпайтын токсикологиялық қауіпті қалдықтар, дәрілік, диагностикалық, дезинфекциялау құралдары, құрамында сынабы бар заттар, аспаптар мен жабдықтар, фармацевтикалық өндіріс шикізаттары мен өнімдердің қалдықтары, жабдықтарды, көлікті және жарықтандыру жүйелерін пайдаланудан қалған қалдықтар. Г санатының қалдықтарын олармен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша нұсқаулықтан өткен қызметкерлер ақ пакеттерге жинайды. Содан кейін ауасы шығарылған пакеттері таңбаланған қара контейнерлерге салынады. Осындай қалдықтарды улы қалдықтармен жұмыс істеу бойынша оқытудан өткен мамандар шығарады. Д санатына мөлшер мен концентрациясы Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген радиоактивті заттар үшін регламенттелген мәндерден асатын радиоактивті заттары бар қалдықтар жатады. Қысқа өмірлік циклі бар радиоактивті қалдықтар тиісті қоймаларда, олар ыдырағанға дейін сақталады. Содан кейін олар А санатының қалдықтары ретінде жойылады. Д санатының радиоактивті ұзақ өмір сүретін қалдықтары арнайы полигондарға көмуге жіберіледі. Қалдықтар мен өзара іс-қимылдың келесі кезеңінде оларды қауіпсіз сақтауды ұйымдастыру қажет. Қалдықтарды уақытша сақтау үшін объектіде ауданы кемінде 12 шаршы метр жеке бөлме көзделеді. Ыдыстарды жуу, сақтау және зарарсыздандыру үшін жағдай жасау қажет. Бөлмедегі жабдық объектінің бір ауысым кезіндегі келушілердің санына байланысты. Негізгі бөлмеден басқа персоналға арналған ауданы 6 шаршы метр бөлме және ауданы 4 шаршы метрден кем емес қойма мен ауданы 4 шаршы метрден кем емес айналым ыдысын жуатын орын бөлінеді. Қалдықтарды шығарғаннан кейін сақтауға арналған бөлме пайдаланылған инвентарь мен жабдық дезинфекцияланады. Б, В санаттарының қалдықтары жұмыс режимі кемінде 1000-1200 градус температурада болатын арнайы 2 камералы пеш инсинераторларда залалсыздандырылады, немесе қосымша өңдеу функциясы көзделген баламалы әдістермен залалсыздандырылады.
Автоклавтау жоғары қысымды бумен арнайы қондырғылардың көмегімен жүзеге асырылады. Қалдықтар стерилденуге жататын жұмыс камерасына тиеледі. Микротолқынды өңдеу кезінде қалдықтар ұсақталады, сумен араластырылады және микротолқындармен сәулеленеді. Микротолқынды қондырғы биологиялық қауіпті бейтараптандыратын жылу мен бу шығарады. Химиялық өңдеу қалдықтарды бактериоциттік әсері бар химиялық заттармен залалсыздандыру кезінде жүреді. Әдетте хлор қосылыстары қолданылады. Химиялық кәдеге жаратушылардың соңғы өнімі эпидемиологиялық қауіпсіздікке ие болады. Егер медициналық ұйым қалдықтарды одан әрі кәдеге жаратуға берген жағдайда, оларды қауіпсіз тасымалдауды ұйымдастыру қажет. Жинау, тасымалдау, сақтау, залалсыздандыру және көму жөніндегі қызметті жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар қызметті жүзеге асыру басталғанға дейін рұқсат беру құжаттарын алуға, сондай-ақ алдын ала және мерзімдік медициналық тексеруден өтуге міндетті. Денсаулық сақтау объектілері медициналық қалдықтарды есепке алу және олардың мониторингі үшін қоршаған ортаны қорғаудың уәкілетті органына жыл сайын ақпарат беруге міндетті. Медициналық қалдықтарды жинау және дұрыс жою медицина қызметкерлері мен халықтың қауіпсіздігінің кепілі.